Hi guys, барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамас бұрын біз алдымен ағылшын тіліндегі сәлемдесу мен танысуды өтіп алайық. Біз сәлем деп ағылшын тілінде hello деп айтамыз. Және басқаша түрі бар hi, hello, hi. Өзіңізді таныстырған кезде менің атым деген my name is Мөлдір. Және бұның басқаша да айтуға болады I'm Мөлдір. Бұл жерде менің атым емес, мен Мөлдірмін. Енді біз басқа біреудің атын сұрау үшін What's your name деп айтамыз. What's your name? Сенің атың кім? Енді біз танысқанымызға қуанышты екенімізді айту үшін Nice to meet you деп айтамыз. Nice to meet you. Танысқаныма қуаныштымын. Сосын біз қоштасатын кезде goodbye деп айтамыз. Немесе see you soon. Жақын арада көріскенше дейміз. Бүгінгі біздің грамматика мен және сен сөздері. Мен деген ағылшын тілінде I, сен деген you. Егер де біздің сөйлемде ешқандай етістік болмайтын болса, біз жай ғана I, you деп қолдана алмаймыз. Бізге түбі етістігі көмекке келетін болады. Ол қалай? Түбі етістігі I-ға am, you-ға are. I am, you are. Яғни бізде сөйлемде етістік болмайтын болса, I am деп қолданамыз, you are деп қолданамыз. I am Мөлдір. Яғни бұл жерде ешқандай етістік жоқ қой, мен Мөлдірмін. You are a student. Сен студентсің. Бұл жерде ешқандай етістік жоқ, сондықтан біз you student деп айтпаймыз, you are a student. Және де біз бұл түбі етістігін қысқарта аламыз. I am, I'm. You are, you're. Ал енді болымсыз сөйлем жасау үшін біз notты қосамыз. I am not a student. You're not a student. Және бұны біз қысқарта аламыз. Сен дегенде қысқарта аламыз. You aren't. Aren't. Ал егер де сұрақ қоятын болсақ, түбі етістігі бастауыштың алдына шығады. Яғни біздегі түбі бар ғой, am мен are, I мен you'дың алдына шығады. I am I? You are you? Are you a teacher? Are you a student? Are you here? Am I here? Деген сияқты осылай сияқты кете береді. Яғни сұрақ болған кезде біз are мен am'ді алдына шығарамыз. Тағы да бірнеше мысал келтіріп өтейін. I am in class. Мен сыныптамын. I am not in class. Мен сыныпта емеспін. You are Julia. Сен Juliaсын. You're not Julia. Немесе you aren't Julia. Сен Julia емессің. Бүгінгі өтетін сөздігіміз апта күндері. Мені мұқият тыңдап жазып алыңыздар. Monday. Дүйсенбі. Monday. Менің қалай айтып жатқаныма мән беріңіздер. Monday. Tuesday. Сейсенбі. Tuesday. Wednesday. Сәрсенбі. Wednesday. Thursday. Бейсенбі. Thursday. Жұма. Жұма бізде Friday. Saturday. Сенбі. Saturday. Ал бізде жексенбі деген Sunday. Ал енді кеше, бүгін, ертең деген сөздерді ағылшын тілінде айтып үйренейік. Кеше, yesterday. Кеше, yesterday. Бүгін, today. Ертең, tomorrow. Ал бізде тағы апта күніне байланысты сөз, ол демалыс күндері. Яғни сенбі жексенбіні біз the weekend деп айтамыз. The weekend. Демалыс күндері.